Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі әрі дәмді гүл мантылар дайындайтын боламыз. Кейде оны гүл ханым, роза манты деп те айтып жатады. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лүпіл басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Електен өткізілген ұнымызға 1 жұмыртқа қосамыз. Кейін бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық тұз қосып араластырамыз. Және ұнымызға қосып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырды 5 минуттай жақсылап иін қандыруымыз қажет. Осындай қаттылау болып шығуы тиіс. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жарты сағаттай тындыруға қалдырамыз. Және де сол уақыт аралығында салмасын дайындаймыз. Менде жарты келі тартылған сиыр еті, 3 пияз, 2 дана картоп және де сәл асқабақ қостым. Барлығын осылай кішкентай шаршы тәрізді етіп турап аламыз. Қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнайтын түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тек тұз бен қара бұрыш қостым. Салмамызды жақсылап араластырамыз. Енді дайын қанған қамырымызды өзімізге қалаған бөлікке бөлеміз. Мен ыңғайлы жайылуы үшін 3 бөлікке бөліп жаямын. Қамырымызға осылай жабыспас үшін ұн себелеп отырып, жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей ұзыншалап кесіп шығамыз. Кесіп алған қамырымыздың үстінен осылай сұйық май жағамыз және кейін салмасын дәл ортасына саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 бөлікті беттестіріп, жауып, осылай роза секілді ораймыз. Мантываркамызды жақсылап майлап, осылай роза мантыларымызды саламыз.
Алдын ала суымызды осылай қайнатып дайындаймыз және мантыларымызды әдеттегідей 45 минут бетін жауып пісіреміз. Мінекей, біздің осындай өте әдемі, өте дәмді гүлмантыларымыз дайын болды. Қамыры да жұқа болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дәмді шығатынына сенімдімін. Сіздерге бүгінгі видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Сол кезде менің каналымдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмайсыз. Сіздерге көп рахмет. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат.